Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 71-ші сабақ су асты тіршілігіне қамқорлық тақырыбын өтетін боламыз. Пікіріңді айт. Бірінші тапсырма: су асты жануарларының тіршілігіне қандай қауіп-қатер төнуі мүмкін? Балалар, балықтың қырылуына әсер етеді улы заттардың суға төгілуі, оттегінің азаюы, сонымен бірге тым көп балықтың аулануы, және де балалар, жәндіктердің азаюы, бұлардың барлығы балықтардың қырылуына әсер етеді. Және де осыдан кейін бізде қызыл кітап пайда болады. Яғни азайып кеткен жан-жануарларды, жәндіктерді осы қызыл кітапқа жазып, біз оларды аулауға, немесе атуға, және тағы да басқа нәрселерге біз шектеу қоямыз. Олай болса балалар, балықтың қырылуына, қызыл кітаптың пайда болуына мына төмендегі жағдайлардан басқа қандай жағдайлар әсер етуі мүмкін? Өздеріңіздің ойларыңызды жаза кетсеңіздер болады. Бұл сіздерге тек үлгі. Екінші тапсырма: суда тіршілік ететін жануарларға адамның қамқорлығы қажет пе? Иә, балалар, суда тіршілік ететін жануарларға адамның қамқорлығы өте қажет. Себебі су жануарлары табиғаттың маңызды бөлігі болып табылады. Егер адам қамқорлық жасамаса, олардың саны азайып, кейбір түрлері жойылып кетуі мүмкін. Мысалы, біз суды ластайтын болсақ, ол суда тіршілік ететін жануарларға біз зиянымызды тигізген болып табыламыз. Ал егерде жан-жануарларды шамадан сататын болсақ, олардың да жойылып кетуіне біз өзіміздің септігімізді тигізетін боламыз. Сондықтан да осы жан-жануарларға, суда тіршілік ететін жануарларға барлығына адамның қамқорлығы өте қажет екен. Түсініп оқы, балықтарға көмек. Екеуміз бүгін балық аулап қайтайық, деді әкесі таңғы асын ішіп болып. Алақай, деп Мақсат орнынан ұшып тұрды. Осы суықта ма? Көлді мұз жауып жатыр ғой. Оның үстіне біздің қармағымыз да жоқ, деді. Мен құрал-сайманды дайындап қойғанмын, тек біраз нан ала жүр, деп әкесі жымиды. Мақсат апыл-ғұпыл киіне бастады. Әкесі есік алдында тосып тұр екен. Мұның қолына балтаны ұстата салды. Өзі сүйменді алды. Екеуі Қамысты көлді бетке алып, қатар адымдап келеді. Айнала жым-жырт, қар жамылған жазық, табан астындағы қар сықыр-сықыр етеді. Осылайша айналаға таңдана қарап, асықпай аяңдаған бұлар көлге де жетті. Көл беті сірескен мұз. Әкесі үстіндегі тонын шешіп тастады. Пимасын бір-біріне қағып, зілдей сүйменді қолына алып, мұзды оя бастады. Кенет су көпіршіктері бұрқ-бұрқ етіп, аппақ бу көтерілді. Жылымнан су көтерілді. Топ-тұнық екен. Қане балам, әлгі нан қиқымының біразын суға шашшы, деп өтінді әкесі. Қызықты сосын көресің. Әуелде біраз қалқыған, бірақ бірте-бірте су сіңген нан ұнтақтары ауырлап, тереңге бата бастады. Су астынан балықтардың жұп-жұқа шілтердей қанаттары мен құйрықтары жылпылдап, теңгедей дөңгеленген ауыздары мен желбезектерінің желп-желп еткені көрінді. Біразынан үгіндісіне ұмтылса, көбі желбезектерін жиі-жиі желпілдете тыныстап, су бетіне сансыз ауа көпіршігін қаптатуда. Балықтарды қолмен ақ ұстап алуға болардай. Қарашы, ауа жұтып жүр. Әкесі балықтарды шошытып алмайын дегендей сыбырлай сөйледі. Әр жәндікке ауа қандай қажет? Біз мұзды неге ойдық? Деп сұрады әлі ештеңе түсінбеген Мақсат. Мына балықтарды аулаймыз ба? Болжа. Мақсаттың әкесі сұраққа қалай жауап беретін болжабайды. Баламай, деді әкесі. Бұларды аулағанда не ұтамыз? Өздері онсыз да қырылып қала жаздапты ғой. Бейшаралар. Біз әлі біраз жылым оюымыз керек. Неге?
Қыстыгүні көлдер мен өзендерде мұз қатқанда су астында оттегі азайып кетеді. Балықтар әлсіреп, ауаның жоқтығынан әрі қоректің аздығынан қырылып қалады. Табиғатқа жаны ашитын адам осы мезгілде балықтарға көмектесуі керек. Міне, ендеше сен де қарап тұрма, ана балтамен мына жерді ой, деп тапсырды әкесі. Мақсат балтаны үсті-үстіне сілтеп жатыр. Балықтардың халі қандай аянышты. Бұрын білсе ғой, ендігі талай жылым жасап, жем шашып тұрар еді. Мейлі, қыс ұзақ қой, әкесі екеуі әлі талай келер. Мәтіннің авторы Жаңабек Шағатаев. Мәтіндегі жылым деген сөз өзен мен көлдің қыстыгүні қатпайтын жері. Үшінші тапсырма. Мәтіннің негізгі ойын білдіретін сөйлемдерді тауып оқы. Балалар, мәтіндегі негізгі ойды білдіретін сөйлемдер мыналар. Қыстыгүні көлдер мен өзендерде мұз қатқанда су астында оттегі азайып кетеді. Балықтар әлсіреп, ауаның жоқтығынан әрі қоректің аздығынан қырылып қалады. Табиғатқа жан ашитын адам осы мезгілде балықтарға көмек көрсетуі керек. Балалар, негізгі ой, адам табиғатқа қамқор болып, әсіресе қыста балықтарға көмектесу қажет деген ойды білдіреді. Төртінші тапсырма. Мақсат су астындағы балықтардың тіршілігі туралы не ұқты? Балалар, Мақсат қыста көл беті мұз болып қатқанда су астында оттегі азаятынын білді. Сонымен бірге балықтардың ауа жетпей қиналатынын, тіпті қырылып қалуы мүмкін екенін түсінді. Ол балықтарға көмектесу үшін мұзды ойып, ауа кіргізу керектігін ұқты. Сондықтан табиғатқа жанашыр болу керек екенін білді. Біліміңді қолдан. Бесінші тапсырма. Қай жануар туралы қызық ақпарат айта аласың? Балалар, мен дельфин жайлы қызықты ақпараттар айтып берейін. Дельфин өте ақылды теңіз жануары. Ол дыбыс арқылы сөйлеседі және бір-бірін ерекше ысқырықпен таниды. Дельфиндер топтасып өмір сүреді, бір-біріне көмектеседі. Олар суда өте жылдам жүзеді. Дельфиндер кейде адамдарды құтқарып қалған жағдайларда болған. Олар ұйықтағанда миының бір бөлігі ғана демалады, екінші бөлігі ояу болады. Сондықтан дельфиндер ең ақылды және мейірімді теңіз жануарларының бірі. Мінекей балалар, сіздер де осы суретте көрсеткен жануарлар туралы қызықты ақпараттар айтсаңыздар болады. Қорытындыла. Алтыншы тапсырма. Жануарлар тіршілігінің қиындықтарын шешу не үшін керек? Балалар, жануарлар тіршілігінің қиындықтарын шешу керек, өйткені олар табиғаттағы тепе-теңдікті сақтайды. Кейбір жануарлар жойылып кету қаупінде тұр. Табиғат таза болса, адам өмірді де қауіпсіз болады. Төртіншіден, жануарларды қорғау, болашақ ұрпаққа қамқорлық жасау. Яғни балалар, біз жануарларға көмектессек, табиғат та бізге пайдасын тигізеді. Сондықтан да біз жануарларға көмектесіп тұруымыз қажет. Үй тапсырмасы. Сұрақтары бойынша жауаптар дайындап хабарлама жаса. Балалар, бізге жеңіл сұрақтар және де күрделі сұрақтар берген екен. Олай болса, жеңіл сұрақтардан бастайық. Бірінші сұрақ. Мақсат пен әкесі жылым жасау үшін қандай құралды пайдаланды? Балалар, олар мұзды ою үшін балта мен сүйменді пайдаланды. Екінші сұрақ. Қандай балықтарды білесің? Балалар, мен шортан, сазан, алабұға, бекіре сияқты балықтарды білемін. Үшінші тапсырма. Жылымды не үшін жасау керек? Балалар, жылымды қыста мұз астындағы суға ауа, яғни оттегі кіру үшін жасайды. Бұл балықтардың тірі қалуына көмектеседі. Күрделі сұрақтар. Бірінші сұрақ. Оттегі деген не? Оттегі дегеніміз тірі ағзалардың тыныс алуына қажет ауа құрамындағы газ. Онсыз адам да, жануар да өмір сүре алмайды. Екінші,
балық аулауға тыйым салынатын мерзім болуы мүмкін бе? Иә, болуы мүмкін. Әсіресе балықтардың уылдырық шашатын кезінде оларды аулауға тыйым салынады. Бұл олардың көбеюі үшін қажет. Үшінші сұрақ. Қыста балықтарға көмек керектігін бұған дейін естіп білдің бе? Иә, қыста мұз қатқанда су астында оттегі азаятындықтан балықтарға көмектесу керектігін білемін. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Егер де каналымыз ұнап жатса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жазып өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламыз. Арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпағайсыздар.